Сәлем бәріне, бүгін 17-те 3-ші епті шығарамыз. Бұл жерде өрнектің мәнін табыңдар депті. Ал бастайық. Ең бірінші негіздері бірдей әріпке қарасақ, ол бізде x, яғни үстінде және дәрежелері бар, яғни 15 x. Мына жерде 17-тен бөлу тұрса, 17-тен 13-ті азайтуымыз керек. Сонда шығады бізде 4 азайтылған 16 x 4 болады. 15-тен 16-ны азайтқан кезде минус 1 шығады. Яғни біз оны тек минус жазсақ болады. Және де минус x 4. Яғни бірді жазбай қойға болады. Минус x-тің 4 дәрежесі шығады. Және де бұл жерде бізде x минус 1-ге тең деп тұр. Сонда біз минус жазып, x-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Және де шақан сыртына 4 дәрежесін жазамыз. Сонда бізде шығады минус 1, яғни минус 1-ді 4-те өз-өзіне көбейтсе 1 шығады, және де сындағы минуспен минус 1 болып шығады. Екіншісінде бізде бұл жерге минус 33 жазамыз, ал негіздері y-ке қарасақ, мұнда бөлі тұр, яғни біз 6-тан 4 азайтуымыз керек. Сонда шығады y-тің квадраты плюс 37 y квадрат. Бұл жерде минус 33-ке плюс 37-ні қосқан кезде бізде шығады плюс 4 саны y квадрат тең болады. Енді бізге бұл жерде y-тің орнынан 0,5 санын қоймыз керек. Сонда 4 көбейтілген 0,5 тең квадратында тең. Сонда 0,5 екі рет өз-өзіне екі рет көбейтсек, шығады бізде 0,125. 4 көбейтілген 0,125 көбейтсек, жай ғана 1 шығады. Үшіншісінде бізде бұл жерде негіздері бірдейіне қарасақ, бұл бізде z саны. 9-дан 6-ны азайтқан кезде бізде шығады 3 азайтылған 160 z куб, яғни 3. Сонда бұл жерде бізде 15-тен 160-ты азайтқан кезде бізде шығады минус 145 z-тің орнына жазу тұрғанша минус 0,15 санын сразу жаза салайық. Сонда көбейтілген минус 0,15 жан сыртында куб жазамыз, және де тең. Сонда минус 0,15-ті 3 рет өз-өзіне көбейтсек, бізде шығады енді бізде минус 145-ті 0,125-ке көбейткен кезде бізде шығады 18 бүтін плюс 18 бүтін 125 саны шығады. 17-де 4-ші есепте бізде дәл солайын өрнектің мәнін табыңдар депті. Ал бастайық. Ең бірінші байқағандарымыздай, бұл жерде бөлуді бөлшек түріне жазып алға болады. Сонда 0,107-ні a-ның 8 дәрежесі, бұның 4 дәрежесін бөлеміз a-ның 7 дәрежесіне плюс a-ның ab квадрат тең болады бізде. Бұл жерде қарап отырсақ, a мен a-ны қысқартуға болады, b мен b-ны қысқартуға болады, a мен a-ны қысқартуға болады. Сонда мұна b мен b-ны қысқартқан кезде бізде 4 дәрежесі қалады. Сонда бұл жерде бізде шығады 0,97 a b-ның 4 дәрежесі плюс 0,103 дәрежесі 103 a b
міне а қысарып кеткен, сонда жаңа аға және де b-ның 4 дәрежесі болады. Тең болады. Мұнда біз 0,107 санын 0,103 санына қосуымыз қажет. Сонда бізде шығады 0,1 а б 4 дәрежесі. Сонда бізде а бізде 7-ге тең деп тұр. Тең 0,1 көбейтілген 7 және де b минус 2-ге тең. Сонда минус 2-ні 4 дәрежесін жазамыз. Тең болады. Мұнда бізде минус 2-ның 4 дәрежесі бізде 16-ға тең. Сонда 16-ны 7-ге көбейткен кезде бізде шығады 112 саны. 0,1-ді 112-ге көбейткен кезде 11,12 саны шығады. 17-те 5-ші есепте бізде бұл жерде қосындыны көбейтінің түрінде жазыңдар депті. Байқасаңыздар, бұл өте қатты оңай есеп. Яғни x-ті сыртына жазамыз, ал ішіне x-ті жазамыз. Яғни x x-ке көбейтсек x квадрат шығады. Және де мұнда плюс b-ны жазамыз. Сонда x-ті b-ға көбейткен кезде bx шығады. Азайтылынған. Мұнда ортақ бізде а, сонда жақшан сыртына а-ны жазамыз, ішіне x жазамыз, плюс b-ны жазамыз. Сонда бізде шығады x азайтылынған а, жақшаның ішінде x плюс b. Екіншісінде бізде бұл жерде x сыртында болады, яғни x жазамыз, және де минус-ны жазамыз. Плюс мұнда ортақ бізде b, сонда x жазамыз, ішіне азайтылған с-ны жазамыз. Тең x қосылған b, жақшаның ішінде x азайтылған с. Үшіншісінде бізде бұл жерде ортақ z, жақшаның ішінде z болады, плюс мұнда да z плюс x болады. Яғни мұнда минус пен плюс минус қайнала кетеді, сонда мұнда минус болады. Тең z азайтылған k, жақшаның ішінде z плюс x. Төртіншісі, мұнда ортақ бізде y, сонда y жазамыз. Мұнда үшін y жазамыз, плюс m жазамыз. Минус, мұнда ортақ k, сонда m плюс y жазамыз. Сонда мұнда y азайтылған k болса, жақшаның ішінде y плюс m болады. Осыдан шығарамыз. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып мені қолдап кетіңіздер және де тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.